Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай миндальный булочки рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәмі өзгеше, басқа да тоқаштарға ұқсамайды. Менің отбасыма бір жасағаннан өте қатты ұнады. Алдымен тестосын жасаймыз. Оған бізге қажетті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, қант, ұн, сары май және ашытқа қажет. Алдымен жылы сүтімізге қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін ашытқыны саламыз. Жұмыртқамызды салып, бір келкі болғанша араластырып, шым-шым тұз саламыз. Барлығын керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұнды салып, бір келкі масса болғанша осылай алдымен араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды салып, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр болғанша қолмен осылай осындай жұмсақ бір келкі қамыр пайда болады. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар да жасай беруге болады, бірақ жұмыс істеу қиын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қантымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан бір жұмыртқамызды саламыз. Миндальный муканы саламыз. Жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырамыз, сол жерден қарай аласыздар. Бір ас қасықтай бидай ұнын салып, осылай бір келкі болғанша жақсылап араластыру қажет. Осындай бір келкі масса пайда болады. Қамырымыз осындай холодильникте тұрғаннан кейін осындай қатты болады. Жаюға өте ыңғайлы. Қатты қалың да, қатты да, жұқа да етпей, орташа осылай жайып аламыз. Арасына дайын болған салмамызды салып, бір келкі етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей бірін-біріне осылай орап, үстін кішкене басып, осындай ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Барлығын осылай орап болғаннан кейін жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз, бетін жауып. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Және миндальның қалған осындай ұнтақтарын осылай бетіне сепсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Суығаннан кейін әсемдігі үшін сахарный пудраны себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.